Даңқың қайда түскірлеген 200 мың әскерменен, 6 ай бойы кіп-кішкентай отырарды ала алмау, 6 ай бойы отырардың осал түбін таба алмау, ойы дауыл, сезім аспан, тек жеңіспен көзін ашқан, менің алғыр ұрпағымның сүйегіне зор таңба. Намысыма сызат түсті мына сенің арқаңда, деп Шыңғысхан Шағатайға оқты көзін қадады. Осы өкініш мені дөрлеп барады. Отырардың бақтына оранған, болар бәлкім алдырмай тұр зор қамал. Бірақ әке, жүргенім жоқ аянып, қанша үмітім жел құшты, қанша әскерім жер құшты. Дала жатыр қызыл қанға боялып, егер бүкпей баяндасам шындықты, рухы өр, тәні бекем, бұл бір қайсар халық екен, тірліктен де артық қойған бірлікті. Жүрегінде ыза табы қалмағандай бір мысқыл, шалалаусың деп жымиды Шыңғысхан. Сақталмауы мүмкін емес зердеңде, сен 9-ға келгенде, ұлу жылы Үкітайдың тойында, оқ өтпейтін алып батыр жайында, ертек айтқам, оңашалап өзіңе, сол ертекті неге алмадың пайымға? Кешір, әке, балалық па, зерсіздік пе, шалалық па, тек нобайы ғана қалыпты ойымда. Ұмытпасам Массагет даласында, аңдысқан қас пен достың арасында, атса садақ дарымайтын, мың мен жеке шайқасса арымайтын, шапса қылыш кеспейтін, жанарынан мейірімі өшпейтін, өтіпті бір өжет батыр нар кісі, деп баласы кібіртіктеп тоқтады. Есімде жоқ, әке, одан арғысы. Есің кетсе естіге кіріптарсың, ең бастысын ұмытқансың, деп Шыңғысхан ызбарлана тіл қатты. Әр сөзінде атан түйе қайсардай зіл жатты. Жә, ендеше түсірейін есіңе, жомарт аңқау сайын дала төсінде, сан мың әскер жеңбеген өр алыпты, бірақ адам табанını салыпты. Әлгі алыптың кеудесінде бармақтай оқ өтетін осал жері болыпты. Даңқ кімнің күліп тұрса басында, сатқындық та бұғып жүрмек қасында. Айлакер жан соны жазбай таныпты, қай кезде де айла кескен нарықты. Жақын барып үңілместен жауыңа, шығам деме ұлы жеңіс тауына. Адам аз ба күшке сеніп адасқан, жауың мықты, бұған сірә таласпан. Әр мықтының осал жері болмай ма? Болса қайсы, оған бастар жол қайда? Ал бұл сұрақ бар кез сенің жүру керек басыңда. Менің күллі жеңісімнің құпиясы осында. Көңілінен күрт серпіліп наласы, ұқтым, әке, деп жымиды баласы. 6 ай бойы ерлік салтқа төрін берген отырар, 6 ай бойы алапатты жеңілмеген отырар, 6-ақ күнде жермен жексен қирады. Ақыл ойын жалындатқан, өнер ғылым шамын жаққан ұлы қала Азияның маңдайына сыймады. Безбүйрек жау сәбилерді, шал-шауқанды кемпірді, тіпті жүкті әйелдердің ішін жарып өлтірді. Құзғын қарға ғана тынбай шарлап мұңласпанды, отырардың аянышты зарлы өмірі басталды. Айдай әлем мойындаған даңқы бар, 150 мың халқы бар, нән қаланың асқақ әні осыменен шектелді. 3 күннен соң 2 адамды Шыңғыс ханға алып келді. Оның бірі атаңызға айналған, 6 ай бойы отырарды алып шығам деп арпалысқан қайраннан, аман өткен сан алапат майданнан, жүрек шамы ізгіліксіз жанбайтын, қанаттыны талаптыға жалғайтын, Фараби мен Яссауидің жырларын таңнан таңға жатқайтудан талмайтын, әр өзгеше ел басқару мәнері отырардың қайыр атты хан еді. Екіншісі қара мұртты қара түнде қаққан қара қанатын, Шағатайға отырардың қақпасын ашып берген қарашоқы болатын. Қайран тірлік бақ пен сор қырқысқан,
түлкі сайға қыран өрге тырмысқан, екеуіне алма кезек көз тастап, ұзақ үнсіз ойға шомылды Шыңғысхан. «Әй, Қайырхан», деді сосын жай ғана. «Рух ердің өзегі ғой қайдада, ең әрісі, жеңілістің өзінде шешкін келіп тұр өзіңнің пайдаңа. Жігіттерім рухыңа қарамапты, салмақ болып тәніңді әбден қорлапты. Батырлықтан бағың бірақ жанғана, маған қарап күліп тұрсың сонда да. Олар сенің жеңгенімен тәніңді, амал нешік жеңе алмапты жаныңды. Мысқыл күлкің салды маған қаншама ой, шіркін сендей бес қолбасшым болса ғой, қалың қолым ұқсап дүлей тасқынға бөлеп дархан күйге мені бүкіл әлем билер еді аяғымның астында. Ал мына бір сатқынды Құдай саған қайдан ғана тап қылды? Қайғылы әрі күлкілі қайран аңқау дара тұлға, аңғармапсың қанатыңа жасырынған түлкіні. Ерлігіңе осы болсын сыйлығым, саған қидым бұл сатқынның билігін. Тұр еді еркін езу жимай күлімдеп. Мына әңгіме лезде құтын қашырды. Қарашоқы есі шығып дірілдеп, Шыңғыс ханның аяғына бас ұрды. «Ұлы ханым, әділдік пе мұныңыз? Өлгенше болып өтейін құлыңыз. Отырарды мен қол ұшын бермесем, оңай жаулап алар ма еді ұлыңыз?» «Оған дауа жоқ», деді Шыңғыс хан түнеріп. «Сенен асқан бар ма тірі өлік? Қастерлінің бәрін жыққан табанға, азғын сен бе әлде мен бе заман ба? Тым құрыса қасиетті бір сезім қалу керек емес пе әрбір адамда?» «Рас, менің нөкерлерім безбүйрек, зұлымдықты ерлік деп те таниды. Олар тіпті өкшесімен езгілеп кете алады жазығы жоқ сәбиді. Одан да әрі хайуандыққа жете алады төзімі, бәрін өзім үйреткенмін о баста. Қаталдық пен аяушылық сезімі жауынгердің жүрегінде түспеу керек таласқа. Түспеу ләзім қос сезімнің дауына, мен осыған қатты көңіл бөлемін. Қаншама иттік етсе де олар жауына, туған жерін сатпасына сенемін. Дәмелендің шығарар деп төріне, жетті көзің, ол үмітің құр елес. Опасыздық жасадың ба еліңе, ертең саған мені сату түк емес. Шарам нешік, тұрмын сені тіпті аяп, сорлы отансыз қарайыпсың қаныңа. Қашан мені сатарыңды күтпей-ақ, алдыңды орап кеткенімен алыма. Жақсылығым қайтпады деп арыма, сатқындыққа сатқындықпен тіл қату ұқсамай ма табиғаттың заңына? Құлақ түрер кім қалды енді зарыңа? О дүние сапарына сатқыным, сені баттан әділдіктің барына. Нөкеріне бұрылып, кәне қылыш ұстатыңдар Қайсар батыр Қайырханның қолына. «Тоқта Шыңғыс», деп Қайырхан саңқ етті. Бұл баланың әкесі бар нар текті, адам еді елге сыйлы зиялы, адам еді адал ұшқыр қиялы. Әкесі үшін перзентіне сеніп ем, сатқын болып шықты мына тұяғы. Он ойласам, от жүрегім қан болар, сеніміме содан түскен таңба бар. Мақұл көрсең, әкесін бұл сатқының, осы араға алдырғаның жөн болар. Келдім әлде жауынан сыр тартқысы, Шыңғыс басын изеді оған үн-түнсіз. Біраздан соң қаба сақал қарт кісі екеуіне қарсы қарап тұрды үнсіз. Қайыр айтты: «Жылан туса жыланнан, құлан туса құланнан, таңданатын түкте жоқ. Бірақ жылан қалай туды қыраннан?» Қария айтты: «Сыйлы басым қуарды, жария етіп жалғанымды. Менің қыран болғанымды заман бүгін өтірікке шығарды. Әділ сол, көнбе мейлі көнмейлің, әр адамның қиындығын адал өлім бұйырмаған, менен сорлы жан бар десең сенбеймін. Ең негізгі кінә әрине өзімде, бұл баланы жаңа туған кезінде перзентіні тұсаған жан мұратын, Афрасияптың ар жағында тұратын, нағашысы бауырына басқанды. Қателігім осы арада басталды. Кіндік кескен өлкесінің сорына, ер жеткен соң қайта келді қолыма. Бөренені жарып шыққан сынайды,
бабалардан бізге жеткен құлақтыны іздеп өткен өсиет бар мынандай: әр нәресте қашан есі кіргенше жер қадірін, ел қадірін, ең бастысы тіл қадірін білгенше, алғашқы әнтек қылығына өзі ұялып күлгенше, көтергенше балаң ойдың желкенін, қинаса да қиқар соқпақ қисық жол өзін туған қасиетті өлкенің ауасымен дем алуы тиіс ол. Мен осынау борышыма әкелік немқұрайды қарадым да, кінәлі боп аралдым да, жібердім зор орны толмас қателік. Міне төрім бірігіп тұр көріме, көрінетін бетім бар ма еліме? Мына сатқын перзентіме қосақтап өлтіруге міндеттісің мені де. Азғындықтың соңы бізбен құрысын, сабақ болсын ертеңгі атар күн үшін. Құм мәңгілік бүркей алмас асылды, даңқың көктеп өтеді әлі ғасырды. Ал қимылда қалды уақыт тым қысқа, қағу үшін сенің қайсар басыңды, асығып тұр мынау зұлым шыңғыста. Қайыр айтты: иә, қоштасар келді күн. Азбан шыңғыс ел тарихын қорладау, ойлап тұрсам енді бәрі арманау, отырардың жан қиярлық ерлігін жыр ететін әттең ақын қалмадау. Шыңғыс айтты: өкінгенмен болмайды, ешкімге де берілмейді бассауға, бұйрық еттім түгел қырып тастауға, отырарда еркек кіндік қалмайды. Қария айтты: қателестің, қалады. Жұма бұрын шекті елші қақпадан, жүзін жалын қақтаған, мен құтқарып жібердім бір баланы. Бәрекелді, бұл еңбегің жарады, бірақ одан ұрпақ тарап, одан ақын туғанша, ал ол ақын ата жолын қуғанша, кеудесіне сыйдырғанша даланы, айырғанша ақ пен бөліп қараны, талай өзен тасып өтер, бәлкім талай ғасыр өтер, деп Қайырхан жасқа толып жанары отырарға қимай ұзақ қарады. Оян Қайыр бабатайым, қасиеттім қымбаттым, сан алапат ғасырдан соң, тасыр дауыл басылған соң, 7,5 ғасырдан соң өзіңді іздеп тіл қаттым. Аман қапты батыр арман, от қоранған отырардан, қашып шыққан сол баяғы баладан, бұл күндері санатты ұрпақ тараған. Дәуіріңнің қанатында самғаған, сол ұрпақтан шыққан ақын мен болам. Кешіктің деп кінәлама айбарлым, сен ояту үшін қанша ойландым. Еңіреген ерең аузы дуалы бізге жетті жүрегіңнің шуағы. Түп тамырын сенен алып жатқан ел, саған ұқсас батырларын туады. Күллі Азия көзі тіккен таңдана, құм астынан көрінбейді паң қала. Сол қалаға арнаған бұл жырымды оң қабақпен қабылдай көр жан баба.